Сәлем баршаңызға, алдарыңызда үшінші пікір бағдарламасы. Бұл постта біз «Бизнес по-казахски 2 в Америке» киносын сынға саламыз. Кеттік. Бірінші ол сюжет. Бастапқыда айтайық, Нұрлан Қоянбаев кезіндегі Болливуд продюсерлері секілді шетелге шығып кино түсіргенді ұнатады екен. «Бизнес в Америке» соның тек бастамасы. Кино сюжеті өте қарапайым, бірақ үлкен перспективасымен. Қысқаша айтсақ, басында жоқ жерден проблема туындайды. Себептен себепсіз Еркош Рамазан Амантайдың сомдауымен кәрленіп отельге баға беруге келген қонақты қуып жібереді. Простите, как вы меня назвали? Что вы сказали? Айқайламамаған түсіндің ба? Вообще бақырма, түсіндің ба? Меняйся или сдохни. Ол қонақ қандай да бір халықаралық қоғамдастықтан келген. Осы отельге 5 жұлдызды тағайындайтын сол екен. Ренжіп кеткен сыншының артынан Жомарт, Нұрлан Қоянбаев, Ален, Жанбай Жанбаев және Еркош қателіктерін мойындап, кешірім сұрауға кетеді. Міне осы жерде қызық басталу керек. Есесіне қызық өте аз. Екінші, актерлар. Актерлар саны бұл кинода аз. Барлық оқиға 3 актердің айналасында өрбиді. ақш-тағы актерлар нашар ойнаған. Ұлдары да, қыздары да. Өзіме ұнағаны тек Қытай ресторандағы даяршы әйел. Қалжыңсыз, ол кісі жақсы ойнаған. Жанбай Жанбаев әдеттегідей керемет актер. Нұрлан Қоянбаев ол жолы тіпті Нұрлан Қоянбаев болып алған. Сценаристер де, Нұрланның өзі де ұмытып кетті-ау. Персонаждың орысша өскен қалалық жігіт екенін. Айтылып жүрген приколдарының бәрі таза қазақша. Сол баяғы Нұрланның стилінде. Рамазан Амантайдың актерлік ойыны түсініксіз. Ұнады дейін десем, персонажы жыныма тиеді. Ұнамады десем, персонажы одан бетер жыныма тиеді. Нағыз парадокс. Үшінші ол персонаж. Еркоштың персонажы бұншалықты адамның есін шығаратын, ұрып өлтіргін келетін, оған қоса сюжетке тікелей әсер ететін кейіпкерді табу өте қиын. Сценаристер, режиссерлер, айтыңыздар, жарайды Жомарт, жарайды Әлен. Жақсы комик, жақсы актер. Не үшін киноның тең жартысын екі сөздің басын қоса алмайтын персонажды көруіміз керек? Адамның тек жынын келтіретін. Кинода бір қағида бар. Сюжетке бір немесе бірнеше рет тікелей әсер ететін персонаж міндетті түрде көрерменге сүйкімді болу керек. Сонда көрермен оған жаны ашып, қызықтап отырады киноны. Мәселе осы. Төртінші, режиссерлік жұмыс. Киноның режиссері тағы да Жеңісхан Момышев. Сол баяғы шаблонды түсірілім, кинода ауқымды, кең кадрлар жетіспеді. Барлық іс-әрекет тары бөлмеде және тары көшелерде өтіп жатты. Бұл адамның көзіне сәл болса да әсер етеді. Бесінші ол қорытынды. Кино маған онша ұнамады. Қалжың аз, адам саны аз, актерлар аз. Барлық қалжыңдар тіл білместіктің айналасында жасалған. Оны бірінші кинода да көрсетіп қойды. Оны не үшін қайталағаны түсініксіз. Как будет на английском? Это большая честь работать с вами. It's a great honor to work with you. It's a great honor. One фирк. What? Әрине, адамның бет әлпетін сынаған әдепсіздік. Бірақ ақш-тағы полицейлерді кім ойнаған? Қайдағы бір жоқ актерлар. Кино түсіріп отқандықтан сәл болса түрі келіскен адамдарды жинауға болады. Тағы ұнамағаны ол бір кепка беріп шешіп тастадық дегені. Бұл ұғымды қазақша бизнес деп көрсетуге болады ма? Әрине, елімізде істер сыйақымен шешілетіні рас, бірақ оны ұлттық ұғым деу дұрыс емес. Қош сау болыңыз.